Егіт пен Сибелдің үйлену кеші болады. Ол кешке Эмир мен Күбра да келеді. Сибел Күбра келеді деп күтпеген еді. Егіт пен Сибел некелерін тіркейді. Ал Эмирдің бұл жерге келген өз себебі бар еді. Эмир Егіттің заңсыз шетелге ақша жібермек болғанын анықтап, жоспарын бұзып, операцияның болмауына кедергі жасаған еді. Ұсталған адам істің артында кім тұрғанын мойындады. Полиция қазір осында келе жатыр деген хабар жетеді Эмирге. Егіт те ол жайында өз адамдарынан естиді. Селим Егітке: "Сен тез арада қашуың керек, қаш" дейді. Егіт ештеңе деместен сабырлығын сақтап, той кешін жалғастыра береді. Ортаға Эмир мен Егіт билеуге шығады. Үй біткен сәтте полиция қызметкерлері келіп Эмирге: "Істің артында Егіт тұр екен, ұсталған адам солай мойындады" дейді. Эмир: "Онда оны тұтқындаңдар" дейді. Осылайша той үстінде Егітті полиция тұтқындап әкетеді. Тергеуші тергей бастайды. Егіт: "Батылы жетсе мені прокурордың өзі тергесін" деп сұрақтарына жауап бермей қояды. Эмир: "Оны мен тергемеймін, бас прокурор тергейді, Егітті апарып қамап қойыңдар" дейді. Егітпен қоса Эндерді де ұстап, түсініктеме алып қамаған еді. Хакібейдің адамы: "Уайымдамаңдар, Хакібей сендерді бұл жерден жақын арада шығарып алатынын жеткізді" дейді. Полиция Селимді түсініктеме алуға шақырмайды. Содан Селим офистарына келіп, сейфтен ақшаны алып кетеді. Селимнің артынан Хакібей өз адамын салып қойған еді. Сибел: "Мен қол қусырып отыра алмаймын" деп Эмирмен сөйлесуге келеді. Сибел: "Сенің неге өксігенің бар, Егітті тұтқындағаның қалай" дейді. Эмир: "Егіт сенің күйеуің болса, менің бауырым, бірақ ол кінәлі. Егіт біздің анамыздың өліміне кінәлі. Сенің күйеуің қаншама рет заң бұзғанын білесің бе? Сол үшін ол өз жазасын алады. Егер оны мен тұтқындамасам да басқа біреу істейтін еді" дейді. Күбра: "Эмирді кінәлама, осылай болғанына сенің де қатысың бар" дейді. Сибел: "Мен кінәлімін бе? Мен не істедім" дейді. Күбра: "Егер сен Егітті үйленуге мәжбүрлемесең, Егіт қазір басқа елде болар еді" дейді. Сибел: "Сенімен бе? Болған жағдайға мені кінәлі қылмақсың ба? Олай болса шындыққа тура қарайық. Егіт бала үшін үйлене салатын адам емес. Сен оны жақсы білетін шығарсың" деп Егіт оны жақсы көргендіктен үйленгенін меңзейді. Екеуі сөз таластырып тұрғанын естігісі келмей, Эмир бөлмесіне кетіп қалады. Эмир кеткен соң Сибел: "Күбра, өтінемін, көмектес, Эмирмен сөйлесші, ол сені тыңдайды" дейді. Күбра Сибелге: "Кет" дейді. Сибел: "Сенің бізге ашулы екеніңді түсінемін, бірақ Егіт түрмеге қамалатын болса, тек біз ғана емес, сенің қызыңа да жаман болады. Қалай дегенмен де Егіт сенің қызыңның әкесі ғой" дейді. Күбра: "Солай ма? Сен Егіт қызымның әкесі екенін жаңа ғана біліп қалыпсың ғой" дейді. Сибел: "Сенің ұятың жоқ екен, мен ештеңеге қарамастан әркез сенің жаныңда болдым. Сенің аяғың ауыр екенін білгенде мен Егітті тастап кеткен жоқпын. Тіпті сен өз-өзіңе қол жұмсамақ болғанда да менің де қабырғам қайысты. Бірақ сонда да не жағдай болса да мен жаманмын, иә? Бірақ сен өзіңе де бір қарап қойсаң қайтеді? Болып жатқан жағдайларда сенің ешқандай кінәң жоқ па" деп айтып кетіп қалады. Күбра мына сөздерден кейін ойланып қалады. Бас прокурор мен Эмир Егітті тергей бастайды. Егіт сұрақтарына жауап бермейді. Эмирге: "Сен маған ештеңе де істей алмайсың. Мен мына жерден өте жақын уақытта шығамын, білетінім сол" дейді. Айтқаны дәл келіп, көп ұзамай Егіт түрмеден шығады. Басқа адам барлық кінәні өз мойнына алады, ал полиция Егітті кінәсін дәлелдей алмағандықтан босатады. Осылай Хакібей Егітті түрмеден алып шыққан еді. Хакібей Егітке: "Бізді сатып кеткен кім екенін білесің бе? Ол сенің досың Селим" дейді. Полиция оны неге тергеуге шақырмады деп ойлайсың? Әрі сендерді тұтқындаған күні ол ақшаларды алып қашпақ болған менің адамым көрген дейді. Егіт: "Селим болса, онда оның жазасын өзім беремін" дейді. Содан Хакібей Егітке: "Сен біраз уақыт жұмысқа араласпа, үлкен ағай солай тапсырды". Егіт: "Менің бітіретін бір шаруам бар, соны бітірген соң ғана" дейді. Содан достарына келіп, полиция бізден алған ақшаларды басқа бөлімге жеткізетін болады, ал біз жолда өзімізге тиесілі ақшаларды қайтарып алатын боламыз. Оны сен істейсің, Селим. Өйткені полиция сенен күдіктенбейді дейді. Селим басында қарсыласқанмен ақыры келіседі. Солай жоспар құрып, ақшаны қолды етеді. Егіт ақшаларды Хакибеге әкеліп береді. Хакы
Қуанудың орнына абыржып, саған ештеңеге араласпа дедік қой. Сен бұндай әрекеттеріңмен мәселені одан сайын ушықтыра түсесің. Сен жақында ғана үйленген жоқсың ба? Одан да әйеліңді алып балайына барып келіңдер. Әлі жұмыстан демалып үзіліс аласың дейді. Сибел үйде іші пысып Дариямен кездесуге келген еді. Сол кезде Игіт оған хабарласып, демалысқа баратындарын айтады. Оны Сибел Дарияға жеткізеді. Олардың әңгімесін Күбра естіп тұрған еді. Олардың маған істегендерін ойласам, ашуым келеді деп қапаланады. Игіт пен Сибел қонақ үйге келеді. Сибел ішіп алып әңгіме айтып жылай бастайды. Игіт оны жұбатпақ болады. Екеуі жақындасып түнді бірге өткізеді. Таңертеңгісін Игіт, арамызда болған кешегі түнді ұмыт, біліп қой, мен саған өміріңе қауіп төнбеу үшін ғана үйлендім, дейді. Сибел, мен мас болыппын, есімде ештеңе жоқ, дей салады. Сибел Игітке тұрмысқа шықсам бақытты боламын деген ойы мүлдем керісінше болады. Некеде Сибел бақытсыз болып жүреді. Игіт Селимге, Елиф ауырып қалыпты, барып біліп келші, Күбра менімен сөйлеспейді деп Селимді солай қарай жібереді. Содан Селим кеткен соң Ендерге, Хакиби бізді ұстап берген Селим екенін айтты, дейді. Ендер, Селим соңғы уақытта біртүрлі болып жүр. Бізді ұстап алмас бұрын Емир келіп Селиммен жеке сөйлескен. Әрі полиция оны тергеуге де шақырмады деп. Игіт Хакиби Селим қашпақ болғанын айтты деп, шынымен солай мекен деп, бейне бақылау камераларын қарап, жазбадан Селим ақшаларды алып кетпек болғанын көріп, Селимге деген күдіктері күшейе бастайды. Ал шын мәнінде оларды сатып кеткен Хакінің ұлы еді. Ол Игіттен өшін алмақ болып, Емирмен бірлесіп тұзақ құрған еді. Хакы ұлының артынан аңдытып қойған адамдары арқылы біліп, ұлын шақыртып алып, тағы да ақымақтық істедің бе деп ұлын соққыға жығады. Содан жұмған аузыңды ашпайсың. Біз Игітке досың сатып кетті деп айттық. Енді солай болып қала берсін. Игіт білсе, сенің аман қалуың екіталай, дейді. Игіт Селимге, сен неге бізді ұстап бердің, дейді. Селим таңданып қарап қалады. Игіт, сен Емирмен бірігіп мені сатып кеттің, дейді. Селим, Емирмен сөйлескенім рас, бірақ сені сатқан жоқпын. Олар бізді бір-бірімізге қарсы қоймақ. Нағыз сатқын анықталғанда сен мына сөздеріңе қатты өкінетін боласың, дейді. Игіт Селимге қару кезенеді. Селим де ат қане, қарап тұрма деп жақындайды. Атылған оқтың даусы шығады. Осылайша достардың арасына іріткі салып бір-біріне қарсы қояды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Алдын ала рахмет. Алдын ала рахмет. Алдын ала рахмет.